мынау уыз кеше сиырым туды, соны сауып алып, әйтеуір кейінгі балдар көрсін, осының не екенін білсін деген мақсатта осы араға әкеп тұрмын. Мына уызымыз күрішті суға қайнатып, піскен кезде кішкене мына тұз саламыз, одан уызды құямыз, сосын әбден араластырып, өзі уыз қойылып қалғанша араластырамыз. Сәл тұрса, ол ірімшік болып іріп кетеді, сондықтан қолды айырмауымыз керек. Уызына жарыған деген сөз осыдан қалған. Осыған тойып өскен бала өмір бақи тойып жүреді деген қазақта ырым бар. Апамыздың дайындаған уыз көжесі міне дайын болды. Бісміллә, мінекей. Ақ мол болсын. Апа нешедесіз қазір? 69-дамын. 69-да апамыз. Майды өзі шайқап. Өзім істеймін бәрі. Құртты өзіңіз домалақтап, Доғдыр жаға қалатқан жоқпыз ағарғанның арқасында. Шүкір Аллаға. Керемет, Өзі бейнетіміздің арқасында балдарды өсірдік. Әлі қалмай келе жатырмын. Ештеңе қазанды бергім келмейді, ағарғанды. Басқа қазанды бердім ғой бәрін. Өзім істеген тәуір көрем. Құдайдың берген жаңағы төрт берген дейді ғой, соның бірі осы ағарған ғой. Денсаулықтың арқасы шығар, осы балдарым ортасында осылай жүрген. Құртыңыз да керемет міне. Бір жаңағы өзі арнаулы, бір құралғымен жасап шыққандай бірдей бәрі. Оқы құрал. Алақандарыңызды жаңа көрдім ғой мен сізді. Осы алақаннан шығады бәрі. Осы алақаның құралым. Аяғы әжем жасаған. Аяғы өз көже.